Нұрсұлтан, Перизат менен менің ортыма тұрбай қойшы. Ортамызға тұрмашы деп жатыр сізге. Ортамызға тұрмашы. Перизат. Не дейсіз? Мен жанымда әзір үміткерім бар. Өте Жоқ, күресемін деп жатқанын айтып жатырмын Нұрсұлтанның. мен айттым ғой. Тек қана доспыз деп. Дос болғанда бұл кісінің сезімі бар, сізге сіздер әлі де дос бола бересіздер ме? Әлде сезіміне стоп қоямын дейтін болсаңыз, тоқтам жасаймын дейтін болсаңыз, онда дос болуға болмайды ау. Және Талғатқа сыйластық таныту керек деп ойлаймын. Егер де үміткерім Нұрсұлтан менен сөйлеспе десе, мен сөйлеспеймін. Я. Мен Нұрсұлтан менен Перизаттың мамилесі тоқтауын қалаймын. Дос болмайды. Дос болмасын, Я. сөйлесіп араласпасын да деп жатсыз. Мен Нұрсұлтанды жақсы жігіт деп біліп, бірінші эфирде бақыт қалады. Я, мен ошол сөзіне ишеніп, жігітше сөзіне ишеніп, мен дос бойдан қалсын деп айтқам. Яғни сіз айтып жатсыз, Нұрсұлтан екеуі сөйлеспейді, доста болмайды деп жатсыз, Перизат және сіз соған келсесіз. Иә. Нұрсұлтан, естідіңіз ғой? Ондай болса, махаббат үшін күрес дейтін болмайтын сияқты. Қазір сізден жауап. Не үміткер күтесіз? Не сезімі бар адам бұл жерде отыра алмайды? Уақыттың еншісіне қалдырайықшы болса ханым. Маған бір-екі күн уақыт беріңіздерші. Мен айта кеткені мен түсінбей жүрмін деген сол бір дүние, мен ойымды жинақтап алайыншы болса ханым. Жақсы, ойланып алыңыз. 1-2 күн уақыт, одан ары қарай емес. Болса ханым. Перизат, егер де Нұрсұлтанмен екеуіңіздің сөйлескеніңізді көретін болсақ, білетін болсақ, сіз де білесіз де, бізде бұл шартты бұзу болып саналады. Себебі біз қазір көзіміз ашық көріп тұрмыз, Нұрсұлтанның сізге сезімі бар екенін, араларыңызда білмеймін, махаббаттан басқа әңгіме болуы мүмкін емес. Сондықтан үміткердің де өтініп сұрап отырғанын көріп отырсыз. Сыйластық танытасыздар деп ойлаймын. Нұрсұлтан, сіз де, Перизат, сіз де. Әзір мен үміткерім бар. Үміткеримді сыйлаймын. Егер де ошондой талап қойып жатқан болса, сөйлеспеймін. Жақсы. Таныстық жалғаса ма? Иә, жалғасады. Жалғасады. Талғат, келгеніңізге рахмет. Сізді шығарып салайық. Көңіліңіз түспесін, енді сәл жағдайлар болып жатыр, бәрі жақсы болады, уайымдамаңыз. Перизат, жайғасыңыз. Балауса ханым. Сөйлесем бола ма Балауса ханым? Ішімде қалып кетті, жарылып кетейін деп жатырмын, ойпырым ой.